Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін дәмді, өте ерекше, нәзік болып шығатын сөзбелі тәтті тоқаштар дайындаймыз, яғни творожные булочки. Ең алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, шетке қоя тұрамыз. Осы кезде үлкен ыдысымызға ірімшіктің үстіне жұмыртқаны, қантты салып, шаншқын көмегімен жақсылап тұрып еземіз, яғни ірімшігіміз езілу қажет. Кейіннен аздап ертілген маргаринді үстіне саламыз. Разрыхлительді және ванилинді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жылы сүтімізбен ашытқымызды құйып, тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды салып, лопатканың көмегімен алғашында қамырымызды осылай араластырамыз. Яғни ұнымыздың басы біріккенше араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне бір ас қасық уксус құямыз. Уксус менде 6%, және де сұйық майымызды құйып, ары қарай қамырымызды қолдың көмегімен илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, нәзік. Енді бетін бір пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Енді осы қамырымыздың тең жартысын бөліп аламыз. Және осылай бөлшектерге бөліп шығамыз. Барлығын бірдей бөліп, дөңгелетіп шығамыз. Дөңгелетіп болғаннан кейін бетін тағы да пищевая пленкамен жауып қоямыз. Кейіннен біртіндеп тағы да жаямыз. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды дөңгелетіп жаямыз. Тым қатты шұқағып жібермеңіздер. Жайып болғаннан кейін шетіне салмамызды саламыз. Салмасына менде ірімшік, мейіз және аздап дәмдері қант салдым. Екі шетін осылай қайырып, жақсылап дөңгелетіп мықтап түйіп шығамыз. Тағы да көрсетейін. Қамырымызды дөңгелетіп жайып аламыз. Шетіне салмамызды салып, екі шетін қайырамыз. Және осылай орап түйіп шығамыз. Міне булочкаларымыз дайын. Енді осын тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Көтерілу үшін. Міне булочкамыз 2 есе көтерілді. Енді осының үстіне саруымызды жағып шығамыз. Мен қалған қамырдан дәл осындай тәтті тоқаштар жасадым. Бұл да көтерілген кезі. Осының үстіне саруымызды жағып, қызып тұрған пеште 220 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сондай-ақ, егер де сіздерге осы видеом ұнаған болса, видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің әр пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.